Сәлем қыздар, бүгін сіздерге қатпарлы самсаны жасап көрсетемін. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қып-қызыл қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыра кетіңіз. Ең алдымен осы самсамызға қамырымызды дайындап аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп қоямыз. Енді електен өткізілген ұнымызға жылы су мен тұз араласқан суды аз-аздан қосып, 2-3 қасықтай сұйық майды араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қылып қамырды илеп болғаннан соң, оны жуалап, демалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Ол менде тартылған ет, қойдың құйрық майы, пияз және картошка. Осыларды жақсылап, майдалап турайтын боламыз. Картошканы қоспасаңыз да болады. Дәміне қарай тұзымды, бұрышымды салып, араластырып, салмасын дайындап қоямын. Енді демалған қамырымызды алып, жақсылап жұқа қылып жаямыз. Барынша жұқа қылып жайыңыздар. Сол кезде біздің самсамыз қатпарлы әрі керемет болып шығады. Жұқа қылып жайған қамырымызға алдын ала ертілген сары майымызды жақсылап жағып шығамыз. Енді дайын болған қамырды 30-40 минутқа морозильник немесе холодильникке қоятын боламыз. 40 минуттан соң қамырымызды алып, осылай кесіп, домалақ қылып жаямыз. Енді барлығын дайындап алыңыздар осылай жайып. Дайын болған қамырға салмамызды салып, самсаларымызды түйетін боламыз. Дайын болған самсаны формаға орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, әсемдігі үшін күнжіт пайдаландым. Сіздерде мак, тмин қайсысы бар, соны пайдалансаңыздар болады. Енді дайын болған самсамызды қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Біздің самсамыз дайын. Сіздермен бірге болған салтанат. Назарларыңызға рахмет.